Итак, дамы и господа, разрешите представить бойцов. Боец в синем углу октагона. Ему 27 лет. Его вес 60 килограмм 300 грамм. Его рост 168 сантиметров. Профессиональный ММА рекорд 2 победы, 2 поражения. Представляет город Баку, Азербайджан. Карсалыңыздар, Чайхун Кочалли! Представляем его соперника, боец в красном углу октагона. Ему 24 года. Его официальный вес 61 килограмм 700 грамм. Его рост 171 сантиметр. Профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение. Карсалыңыздар, Ақтау, Казахстан, Мирбек Тулекенов! Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты аралас ММА өнерінің жанкүйерлері. Бұл Найза ТВ YouTube арнасынан тікелей хабар таратып отырмыз. Каспий теңізінің жағалауынан Найза 41 және Eagle FC бірлескен турнирі. Алғашқы жұппен ринг анонсеріміз таныстырды. Енді бұл осы айтулы ММА додасының бүгінгі алғашқы жұбы. Қазір енді бірден Төлегеновтың алға ентелей туған шабуылын көрдіңіздер. Төлегеновтың тамаша тейкдауны орындауындағы. Бұл енді жалпы бүгінгі алғашқы орындалған сәтті бір әдіс болды. Өздеріңіз тамашалап отырғанда, ардақ жанкүйерлер, сағат Ақтау уақытымен 19:00 дегенменде күннің бет әлі де қайтатын емес. Сондықтан жанкүйерлер жан-жақтан енді жиналып жатыр. Енді бастап, қазір бұл ММА кешінің көркі одан сайын қыза түсетін болады. Қазір эфир барысында біз осы турнирге қатысты, осы турнирдің айналасындағы осы турнирге дейінгі болған қызықты мәліметтердің барлығын сіздерге етене таныстыра отырамыз. Дегенмен қазір алғашқы жекпе-жек енді Төлегеновтың тарапынан жасалып жатқан шабуыл. Тамаша оң қолмен бақтан соққысы нысанасын дәл тапты. Жаман емес. Жанкүйерлердің де қолдауын естіп отырған боларсыздар. Тамаша енді бұл жекпе-жек кешіндегі алғашқы жұптың айқасы тамаша. Мирбек Төлеген қазір Азербайжан қарсыласы осы бір әдісті сәт жүзеге асырғысы келуде. Төлегеновке қорғану қажет қазір. Азербайжандық қарсыласын жасап жатқан шабуылына тосқауылын қойға тырысуда. Жақсы. Шалқуатқысы келеді. Қазір енді Мирбек Төлегеновтың тарапынан жасалған әдіс. Бұл қылғындыру әдісі орындалар ма? Жоқ. Қақпаның ақырына дейін жаба алмаған екен, яғни және жекпе-жек аяқталды. Ардақ жанкүйерлер, тамаша әдісті көрдіңіздер. Мейірбек Төлеген тарапынан орындалған. Бұл Мейірбектің кәсіпқой деңгейдегі 5-ші жекпе-жек және 4-ші жеңісі. Қылқындыру әдісі
Толқындыру әдістем кешірім сұраймын. Иә, қолын ауырту жасалған ауырту тәсілі сәтті орындалды. Енді әзірбайжандық қарсыласы әзірге уақыттан бұрын ерте тоқтатып қойдыңыздар деген сыңай танытуда. Оны да түсінуге болады. Бірақ төреші қырағы. Қазір қайталап көрейік. Тағы бір мәрте бұл әдісті қаншалық сәтті орындай алды. Әзірбайжандық жауынгердің көңілі толатын емес. Ерте тоқтатыңдар дейді. Яғни мен жекпе-жекті әлде болса жалғастыруға қауқарлы едім деген пайымы. Бұл Әзірбайжан файтердің кәсіпқой деңгейдегі екінші айқасы. Бұған дейін бір жекпе-жегінде тең айқас тіркелген екен. Енді екінші кездесуінде өкінішке орай жеңіліс тапты. Ал енді біз рефери боя останавливает бой на 3 минуте 10 секунде первого раунда. Болевым приемом на руку победу одержал Мирбек Тулекенов!